Сәлеметсіздер ма, құрметті студенттер? Менің аты жөнім Табылдинова Аяволу Маликовна, тарих және әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар кафедрасының аға оқытушысы. Мен сіздерге тарихи деректердің типтері және электрондық дерек атты дәріс тақырыбымен таныстырамын. Дәрістің негізгі мақсатына тоқталатын болсақ, тарихи деректерді жіктеу және электрондық деректерді талдау. Дәрістің негізгі сұрақтары ол тарихи деректердің түрлері мен типтері, Злобин Евгений Валентинович пен Боброва Елена Викторовнаның электрондық дерек туралы тұжырымдамалары, электрондық деректердің негізгі түрлері. Бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, тарихи деректердің түрлері мен типтерінде. Жалпы тарихи деректердің негізгі түрлерін атамас бұрын, жалпы тарихи дерек туралы негізгі жәнегі ұғымды айта кететін болсақ, тарихи деректер дегеніміз ол тарихи процестерді айқындайтын және адамзат қоғамының өткенін зерттеуге мүмкіндік беретін барлық объектілер. Оларға материалдық мәдениеттің, жазба ескерткіштердің және салт, дәстүр мен әдет ғұрып, құрал жабдықтар, қарулар сияқты барлық заттар дерек болып табылады. Осы тарихи деректер арқылы өткенде не болғанын біліп, талдау жасай отыра, белгілі бір заманның қалған деректер арқылы сол заманның тарихын білуге болады. Тарихи деректерді көбінесе сол заманда өмір сүрген тарихшылар немесе сол заманда өмір сүрген ақын, жыраулар қалдырып кетеді. Осындай деректер арқылы және қазіргі өткеннің тарихын біле аламыз. Жалпы негізінен деректерді 7 типін айтып кетуге болады. Олар жазба деректер, заттай деректер, этнографиялық деректер, фольклорлық деректер, лингвистикалық деректер, фото, кино құжаттар және фоно құжаттар. Мұндай жіктеу дерекке тән ерекше белгілерін, яғни оның пайда болуы, оның мазмұны, оның формасын ескереді. Дегенмен бұл шартты жіктеу емес. Себебі фольклорлық, мысалы ауызша деректер қазіргі кезде көп жағдайда жазба түрінде таралған. Ал этнографиялық деректер, олар заттай ескерткіштер немесе кино, фото құжаттар түрінде де береді. Типтік осындай жіктеулердің, осы тарихи деректерді түрлік жіктелудің айырмашылығы сол деректердің мазмұны мен формасына және сәйкестік принципіне негізделген болатын. Сол себепті тип ақпаратты салу және сақтау тәсілдері мен ерекшеленген және деректерді біріктіреді. Осы типтік деректерге сәйкес осындай ерекшеліктерді ескере келе және 1981 жылы Ковальченконың басшылығымен шыққан және источниковедение истории СССР оқулығында және әлеуметтік ақпараттарды бекіту формасына байланысты деректерді бірнеше типтік және түрлерге бөлінген болатын. Ол атап айтатын болсақ, және заттай, көркем сурет және графикалы сурет, жазба және фоно құжаттар деп бөлген болатын. Сонымен қатар үлкен жалпы ғалымдардың бірнеше зерттеуіне келе, бірнеше ғалымдар бірге отырып, жалпы үлкен типтік деректерге бөлген болатын. Олар пайда болу тегіне, олардың ерекшеліктеріне байланысты үлкен типтік топтарда, оның ішінде шағын топтарға да бөлген болатын. Мысалы үшін атап айтатын болса, олар заттай деректер. Бұл заттай деректерді археологиялық ескерткіштерден бастап, қазіргі машиналар мен техникаға дейінгі жәнегі материалдық ескерткіштерді айтамыз. Көркем сурет деректеріне не жатқызуға болады? Яғни көркем сурет деректеріне сурет өнерінің және де осы жалпы өнер саласындағы барлық туындыларды көрсетуге болады. Сонымен қатар келесі ол сөздік деректер. Сөздік деректерге біз күнделікті сөйлеу мәнерлерінен бастап және халықта ауызша шығармашылық ескерткіштері толығымен осы сөздік деректерге жатқызамыз. Жазба деректерге және этнографиялық материалдан бастап мазмұны мен формасы сан алуан болып келетін жазба ескерткіштердің барлығын осы жазба деректерге жатқызамыз екен. Және де дыбысты деректерге ол сөзсіз немесе сөзбен бірге орындалатын жәнегі деректер. Оған саз, әуен, ән, тағы басқалар жатады. Сонымен қатар салттық деректер.
Бұнда көбінесе тұрмыста, мінез құлықта қалыптасқан дәстүрлер мен әдет ғұрыптардың барлығын салттық деректер деп, осылай үлкен типтік деректердің ішінен кіші деректерді іріктеп көрсетуге болады екен. Бұл біздің негізгі деректеріміздің түрлері мен типтерін анықтауға өзінің септігін, көмегін тигізеді. Жалпы 20 ғасырдан бастап ақпарат дәуірі болып саналғандықтан, бұл жаңа дәуірдің келуімен тарихи деректердің жаңа түрі де пайда бола бастады. Ол электрондық деректер. Жалпы электрондық деректерді дәстүрлі деректерден, яғни қағаз жүзіндегі деректерге қарағанда шамамен кино, фото және фоно құжаттар сияқты ерекшеленіп болып келеді. Бұл бүгінде интернет жүйесінде орналасқан әртүрлі деректерді зерттеу айналымына көптеген тартылуда, бірақ бұл электрондық деректерді деректанулық талдау мәселесіне байланысты жеткіліксіздігі осы деректанулық сипаттаманың жоқтығы олардың оқу процесі мен зерттеулерде қолданылуын немесе қиындатады, яғни күрделендіреді. Сонымен бірге интернет деректерінің өзіндік ерекшеліктері де бар. Оны осы бірнеше зерттеулер, соның ішінде бірқатар ресейлік тарихшыларда дәлелдеп көрсеткен болатын. Ол Злобин Евгений Валентинович және Боброва Елена Викторовна. Олар өздерінің деректанулық зерттеу жүргізуде бүкіл әлемдік интернет желісі арқылы ұсынатын мәліметтерді қолданудың келешегі барын айтып тұжырым жасаған болатын. Осы тарихи зерттеулерді интернетті қолдану ерекшеліктерін зерттеу ісінде осы орыс ғалымдары түпкілікті негіз қалады. Бұнда Злобиннің еңбегінде интернеттің деректанулық мәселелеріне жеке бөлім арнаған болатын. Бобровада электрондық құжат туралы мынандай балама анықтама береді. Яғни электрондық құжат ол электронды есептегіш техника құралдары арқылы пайда болған құжат деп, өзі электрондық деректке анықтама беріп кеткен болатын. Бұл біздің ең маңыздысы бұнда желілі құжаттардың осындай ерекшеліктерінде құжаттарды жеткізуші және тұтынушыдан қашықтықтан болуын бірнеше зерттеушілерді бір дерекпен бір мезгілде жұмыс істеуін мүмкіндігін туғызады екен. Осыны тұжырымдай келе, осы екі ғалымның да интернет жүйесін енгізу үшін электронды есептегіш техника құралдарының көмегімен интернет құжаттарын классына бөліп көрсеткен болатын. Онда интернет бір-бірімен байланысқан TCP мен IP арқылы өзара әсер ететін жүйе жиынтығын құрайды деп айтып кеткен болатын. Осы екі ғалым анықтамасын байқағанымыздай, авторлар желілі құжат анықтамасын бергенде екі жақты қарастырады. Яғни Злобиннің айтуы бойынша, ол тұтынушы ретінде желілі құжаттардың ерекшелігіне қарап бірнеше түрлерін көрсетсе, ал Боброва ол автор ретінде интернет құжаттың құрылуы мен міндетінің ерекшеліктеріне назар аударған болатын. Бұл екі автордың да жалпы электрондық құжаттарды, яғни оларды тарихи дерек ретінде қолданылудың маңызы зор екендігі оның болашағы бар екендігін қорытындылай келіп айтып кеткен болатын. Жалпы электрондық деректің негізгі түрлеріне тоқталатын болсақ, тарихшылардың интернетті игерудің соңғы жылдарындағы жылдары ғана басталды. Ол өзінің дамуында бірнеше жүйелі кезеңнен өткен болатын. Яғни олар қорлардың сандық өсуі,
қорлардың құру процесінің және кәсіби тарихшылардың тартуы, осы процестерге байланысты туындаған жәнегі мәселелерге теоретикалық мағына беруі. Жалпы интернет жүйесінің қорларын талдау электрондық тарихи деректердің екі негізгі түрін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл электрондық құжаттардың жәнегі дәстүрлі жазба деректермен ұқсастығы және де тарихи деректерді жеке электрондық дерек ретінде орналастыруға жәнегі мамандырылған веб-сайттарды атап өтуге болады. Сонымен қатар жәнегі осы бірінші топ пен екінші топты қарастыратын болсақ, бірінші топ бойынша жәнегі интернет жүйесінде орналасқан баспа басылымдарының электрондық түрлерін, сандық деректерді және басқа да жеке құжаттарды біріктіреді. Ал екінші топта, яғни жеке тарихи деректер ретінде құрастыруға болатын веб-сайттан тұрады. Ол веб-сайт бұл жағдайда электрондық дерек құрылымын күрделенеді. Күрделенгеннен кейін ол авторлық мәселесі туындап, деректанулық сипаттау ерекше маңызға ие болады. Бұл жоғарыда айтылған тарихи дерек ретінде интернет қорлардан жәнегі сипаттаудың алуан түрін ұсынылады. Және де жеке электрондық құжатты сипаттау кестесі бірнеше жолдардан тұрады. Ол яғни құжаттың атауы, авторлар және де оның мерзімі, оның қысқаша мәліметі, құжат форматы және баспа нұсқасының болуы, құжат орналасқан сайтты көрсету, осы құжат орналасқан басқа сайттан жәнегі көре білу. Бұл негізгі жәнегі тарихи деректерді пайдаланудағы қойылатын негізгі шарттар. Келесі ол жәнегі сипаттау позициясы. Жалпы интернет қорларда келесі сипаттау позицияларда тұрады. Олар құжаттың форматын көрсету, яғни zip, немесе Word, немесе HTML. Бұл сипаттаудың маңызды белгісі осы материалдың баспа нұсқасының барын көрсету. Және бұл жағдайда көрсетілген материалдардан жәнегі сенімділігін күшейтеді, қажеттілік туындағанда ұқсас баспа нұсқасын іздеуді жәнегі жеңілдетеді екен. Бұл тарихи деректерді жеке электрондық деректер ретінде жәнегі орналастыруға мамандандырылған веб-сайттың сипаттау кестесі қордың авторы, мерзімі, материалдың тақырыбы бойынша қордың сипаты, қордың түрі, ақпараттың түрі, қысқаша мәліметі және де интернет жүйесіндегі орны сияқты позициялардан құралады екен. Жалпы берілген сипаттаудағы алдыңғы негізгі және позиция, яғни алдында айтып кеткенде атауы, автордың кім екенін анықтау, қордың атауы, сайттың атауы, қордың атауы және деректік мерзімі. Бұл деректанулық талдаудың дәстүрлі болып табылғандығы және ерекше түсініктемені қажет етпейтіндігін білдіреді. Ал қалған сипаттау позициялар жаңағы атап кеткене, олар электрондық деректердің ерекшелігімен сәйкестендіріледі және интернет жүйесінің жәнегі тұтынушыларына зерттеу және ғылыми тәжірибеде қорды тиімді пайдалануға бағыттайды екен. Бұл жалпы қысқаша мәлімет қорды сипаты мен мазмұны туралы алдын ала ақпарат береді. Сонымен қатар деректанулық сипаттаудың және субъективтік позициясы болып табылады. Бұл жалпы жеке құжатқа аңдатпа ретінде берілгендіктен, бұл интернет жүйесінде тарихнама материалдарын сипаттауға қолданылады. Қолданудың негізгі үш бағытына тоқталатын болсақ, жалпы интернетті ғылыми мақсатта қолдану үшін үш бағыт белгіленеді. Ол электрондық пошта, телеконференция және жүйенің ақпараттық қорын пайдалану. Біріншісі ол электронды пошта. Яғни желі қызметтерінің ішіндегі электрондық мәлімет алмасудың ең негізгісі. Бұнда электрондық пошта көмегімен барлық құрлықтарда тұратын адамдар қашықтыққа қарамай бір-біріне электрондық жолда жібере алуы.
Телеконференциялардың электрондық поштадан айырмашылығы ол мәліметті бір адамға ғана емес, және бірнеше абонементтер тобына жолдай алуы. Және де әр түрлі мәліметтерді талқылау кезінде конференцияға қатысушылар тең құқықты болып саналады. Әрбір телеконференция бір тақырыпқа арналады, және оның өзіндік адресі болады. Мұндай қарастырылатын мәселелер ауқымы әртүрлі бола береді. Үшіншісі ол www сайты, яғни World Wide Web. Бұл дүниежүзілік компьютерлік желі. Бұнда интернеттегі гипермәтіндік ақпаратты іздеу жүйесі арқылы кез келген тарихи деректерге немесе мәліметтерді осы веб парақтары, блоктары арқылы мекемелердің немесе жеке тұлғалардың компьютерінде сақталады. Сол арқылы веб құжаттарын енгізілген гипермәтіндік сілтемелер арқылы тұтынушы адам олардың бір-біріне ауыса беріп көре алады екен. Және де қазіргі кезде осы әртүрлі веб-сайттардың үнемі жаңарып отыруына байланысты жүйе жағдайының ерекшелігі онда орналасқан қорлардан үзінді алуын қиындатады. Сондықтан интернет қорын сипаттауда материалдың басқа нұсқасының бар екенін көрсету аса қажет. Осы мәселелерді шешу үшін сипаттаудың ең соңғы позициясы, яғни сол материалдарды таба алатын балама адресті ұсыну керек. Деректік қор сипатын материал тақырыбы бойынша белгілеу. Бұл кезде жалпы қорды электрондық сайтта пайдалану арқылы монотематикалық және политематикалық сайттарды бөліп көрсету ұсынылады. Бұнда қорлардың түрі, яғни ғылыми және де ғылыми көпшілік берілген қордың сенімділік дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді екен. Бұл өте маңызды болып келеді. Себебі қазіргі уақытта жай ғана әуесқойлық болып келгендіктен кәсіби ғылыми сайттармен салыстырғанда олармен жұмыс істеу тыңғылықты деректанулық сынды талап етеді. Сайттағы ақпарат түрінің мәтіндік болсын, ол графикалық болсын, ол аудио болсын, немесе бейне ақпараттар болсын, бұлардың бәрі көрсетілуі әр ақпарат түрінің деректанулық талдаудағы әдістерін, зерттеу білім тәжірибесінің олардың қолдану мүмкіндіктерін белгілейді. Осы электрондық деректердің қолданудың маңызы зор. Себебі қазіргі уақытта осы бірнеше электрондық деректерді бірнеше сайттан көру арқылы, сол бірнеше сайттарда жұмыс істеу арқылы, бұл біздің қазіргі уақыттағы заман талабына сай уақытты үнемдеу арқылы бірнеше ақпараттарды меңгеру арқылы зерттеуші болсын, ғалым болсын, өзінің ой тұжырымдамасын толық жеткізе алатындығына сөзсіз. Назарларыңызға рахмет. Осымен дәрісіміз аяқталды.